Армысыздар, Қарашанақ телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай, бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Ақсайлықтар Наурыз мерекесін атап өтті. Музейде өткен Наурыз тойы. Жәңгіріп саябағында мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің қолғалуымен мәдени шаралар орын алса, дене шынықтыру және спорт бөлімінің қолғалуымен ұлттық ойындар көрініс тапқан еді. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы басталды. Күн мен түннің теңеліп, жан дүниені тірілткен, арқа басын кеңітіп, қытымыр қыстың ызғарынан құтылып, алдағы шуақты күндерден үміттендірген Наурыз мерекесін бөрліліктер, ақсайлықтар қуанышпен қарсы алды. Наурыз мерекесіне 6 жастағы баладан 60-тағы қарияға дейін атсалысты. Балалар асыр салып, ойын ойнаса, ақсақалдар бата беріп, ақ тілектерін жеткізді. Дастарханымыз мол болсын, еліміз тыныш болсын, берекелі. Осы Наурыздан Наурызға жетуге Алла тағала нәсіп етсін, Алланың нұры жаусын, пайғамбардың шапағат дейсін. Ең бастысы еліміз тыныш болсын, бірлік болсын, ауызбіршілік болсын. Аллаху акбар. Отбасымызбен, жұмыстасымызбен шығып, сол өзіміздің ежелден қалыптасқан мейрамымыз ғой, қазақпыз. Соны балдарымызға көрсетейік деп шығып жатырық, көрсін деп. Менің көңіл күйім өте тамаша, Наурыз жақсы өтіп жатыр. Бұл жер өте керемет. Ата-аналар аман болсын. Осы Наурызда мерекесінде ақмол болсын. Ақтастарқан дәмді тамақтарға тола берсін. Ұлыс күні құтты болсын. Наурыз құтты болсын! Теміржолшылар көшесінде мекеме мен кәсіпорындар киіз үй құрып, мерекені бастап та кетті. Киіз үй ұлттық нақышта безендірілсе, іші ұлттық тағамдардан толтырылды. Ақсай газ сервис, Қазбұрғаз, Ақсай автотранс, КПБВ компаниясы, Монтаж спецстрой компаниясы акционерлік қоғамы, Айыр групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, аудандық мәдениет бөлімі, ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі, тағы да басқа мекемелер атсалысып, жұртшылыққа Наурыз көже ұсынды. Қазбұрғаз ұйымынан келіп, бүгін ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына Қазақстан халқымен бірге болайық деп мейрамға әреленіп, киіз үй құрып, салтанатты бауырсақ әкеліп пісіріп, шын ниеттен Наурыз көжесін әкеліп, соны халыққа үлестіріп жатырық. Ауыз тиісін, ырымдасын, біздерге тілек айтсын, біздің мекемеге, біздер халыққа мекемеміздің атымыздан тілек айтып, еліміз тыныш болсын, аман болайық, сау болайық, жұмысымыз көп болсын, денсаулықтар мықты болсын деп, Ақсай халқына, Бөрлі ауданының халқына, өзіміздің атымыздан, мекеменің атынан сол қуанышқа үлес болып, бір шетімен көмектесіп жатырық. Мы приготовили кужи, как и положено, из 7 продуктов. Готовила наши столовые. Мы Ақсай автотранс. Очень вкусный кужи. Пожалуйста, пробуйте. Наурыз құтты болсын. Ерекше мерекенің қызығын көруге келген халықтың қарасы көп болды. Ұлыстың ұлы күнін Ақсай халқы ерекше көңіл күймен қарсы алды. Үкімет бірнеше күн демалыс жариялады. Ел-жұрт ағарған ішіп, арқа-жарқа болды. Наурыз құтты болсын, уважаемые бурлинцы, гости города. Разрешите нас не от имени нашего МК-татарского общества «Сарман» и от себя лично поздравить с прекрасным праздником Наурыз. Это издавна праздник считается праздник мира, праздник труда, праздник благодействия. Пусть наш великий Казахстан, мы живем здесь в дружной, большой семье, будет только над головой мир. Пусть наши дети всегда процветают. В нашем Казахстане, у нас в городе Ақсай есть творчество «Дом дружбы», где мы все едины в одном, кто бы ни был, чеченец, татарин, казак. Я очень рад, что живу в этой стране. Пусть этот праздник Наурыз принесет нам только семьи наши удачи, счастья и всего доброго. Ғұбайдолла Жәңгіров атындағы саябақта концерттік бағдарламаға ұласты. Мұнда да Наурыз көже таратылып, шашу шашылды. Қара қазан қасиеті халқымның,
бір өзіңде құдіреті салтымның. Бірлік сенен басталады әр қашан, сен тұрғанда керегі жоқ алтынның. Қасиетті қара қазан, тіршіліктің тірегі, бір өзіңнен қуат алған барша жанның жүрегі. Сен бар кезде құт береке мол болып, тірлік бірлік жұбын жазбай жүреді. Салтанатты шарада аудан әкімі Санжар Әлиев жиналған жұртшылықты ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, ізгі тілегін білдірді. Қадірменді өрліктер және аудан қонақтары, баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгін Наурыз мейрамы күн мен түннің теңескен күні. Наурыз мейрамы бұл жылдың бастамасы. Бұл мейрамға тарихи мол мейрам. Бұл мейрам жылдың, елдің, халықтың, өмірдің, адамзаттың, өмірдегі адамзаттардың барлықтан жаңару күні деп есептеледі. Сондықтан осы сіздерге тілей тұрып, барша қазақстандықтарға, отбасына амандық тілеймін, зор денсаулық тілеймін. Бөрлі ауданы енді ерекше аудан деп есептеуге болады. Біздің ауданда үлкен жетістіктерге иеміз, сондықтан осы жетістікті, осы құндылықты әрі қарай дамытып, әрі қарай болашақ жастарымызға, болашаққа насихаттап жеткізу керекпіз. Барша қазақстандықтарға осы бүгінгі мейраммен шын жүректен құттықтай тұрып, сіздерге тілейтінім зор денсаулық, еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Қадірменді жамағат, тарихи тамыры тереңге бойлаған, әз наурыз дана халқымызда, қай кезде де еңсесі биік, елдіктің іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі болып келген. Отанымызға береке, халқымызға игілік, мемлекетімізге молшылық, ал әр шаңыраққа бақыт пен шаттық тілейміз. Еліміз өркен жайып, наурыз баршамызға ынтымақ пен сәттілік алып келсін. Кең болсын қазағымның керекесі, кетпесін Алла берген берекесі. Алаштың баласына нәсіп болған, құтты болсын наурыз мерекесі. Наурыз жылдың басы, күн мен түннің теңелер шағы, тамырын тереңнен тартқан осынау мейрам, береке мен бірліктің, тазалық пен татулықтың тұғырын нығайтып, риясыз шаттық пен қуанышқа кенелдер. Ұлы мереке, ендеше төрлет елімізге құт тартатын ұлыстың ұлы күні әз наурыз. Не деген қасиетті дана сөздер, сіздердің ақ баталарыңызды алып, қуанышқа кеңелдік. Ұлыс күнгі ұлы тілек, Қыдыр атаның ақ батасын алатын болдық халайық. Уа жаратқан ем, халқымды даласымен сақта, елімізді данасымен сақта, сәбиді анасымен сақта, азаматты анасымен сақта, жұртымды қасірет қайғыдан сақта, табиғи апаттардан сақта. Уа халқым, бауырың бүтін болсын, сарқылмас құтың болсын, күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын, елбасы бірлікке себепті болсын, жаппар ем жар болып, бұл батам қабыл болсын. Әумин. Көктің тынысын тыңдап, жердің тамырын
тамырын басқан, тұрмыс тіршілігін табиғат анамен тығыз байланыстырған халқымыз Наурызды жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы деп бағалаған. Ендеше халайық жастар жылы белесінде ұлыстың ұлы күні Наурыз тойына жастарымыз жарапазан айтсын. Ал баста жастар! Айтамыз жарапазан отбасыңа, тілейміз денсаулықты баспасыңа. Тілесек денсаулықты баспасыңа, амандық келер әр күн отбасыңа. Айтамыз жарапазан ауылыңа, береке бірлік берсін қауымыңа. Береке бірлік берсе қауымыңа, бас емес күндер келіп ауылыңа. Айтамыз жарапазан еліңізге, байлаңыз жақсы орамал белімізге. Байласаң жақсы орамал белімізге, кетеміз мақтай елімізге. Ақсай қаласының құрметті азаматтары да ұлыстың ұлы күнінде тілектерін айтты. Аса қымбатты қадірменді бөрілі азаматтары, қонақтарымыз, егемендік еліміздің жарқыраған Наурыздың ұлыс күні келіп тұрған күнімен құттықтаймын бәріңді. Ұлттық мәдени мұрамызды насихаттап, дәстүріміз бен ұлтқа тән қасиеттерді, татулық пен достықты дәріптеп жүрген Бөрлі ауданының 10 азаматы мен азаматшасы алғыс хатпен марапатталды.
спорттардан сайыстар ұйымдастырылды. Наурыз мейрамында әркім жылы шырай сезіне бастап, сағынышты көрісулері мен жалынды құшақтасуларымен жаңа жылды қарсы алды. Бөрлі ауданының тұрғындары баршаңызды келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Бүгін мерекелік шара өте керемет өтіп жатыр, концерттік бағдарлама өтіп жатыр. Аудан мектептері, балабақшалары, Наурыз көже және бауырсақтар таратып жатыр. Өте керемет қызықты және мына жерде күрес өтіп жатыр. Әртүрлі мерекелік шаралар өтіп жатыр. Баршаңыздың отбасыларыңызға бақ береке, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын ағайын. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Ұлыстың ұлы күні 22 наурыз мерекесін әр мекеме, әр ұжым өзінше тойлап жатады. Өлкетану музейі де бұл мерекені кеңінен атап өтті. Наурыз мейрамын халқымыз ежелден асыға күтіп, дастарханға молынан дәм қойып, көптен көріспеген ағайындарына хал сұраса барса, жаста түрлі қоғамдық істерге жұмылдырылып, Алтыбақан, Ақсүйек сынды ойындарымызды ойнаған. Шығыс халқы жаңа жыл деп қарсы алатын мерекені әр отбасы, әр ұжым атап өтіп жатады. Аудандық өлкетану музейі де келіп жеткен жаңа жылымызды атап өткен болатын. Бұл көрме қазақ халқының салт дәстүрінен және тұрмыс тіршілігінен сыр шертетін көрме. Яғни бұл көрме наурыз мейрамына арналып ұйымдастырылған. Және соның қойылған жәдігерлеріміздің ең көнесі 19 ғасырдағы әйелдердің таққан әшекей бұйымдары, және дейтін ер адамның белдіктері күміспен қапталып жасалған. Яғни сол наурыз мейрамына байланысты осыны халыққа көрсету үшін және паш ету мақсатында ұйымдастырылған болатын. Бұл күні музейге бас сұққан әр адам өзіміздің ұлттық нақыштағы киімдерімізді, тұрмыстық заттарды көзбен көре алды. Барлық көшпенді халықтар сында қазақ халқының күнделікті қолданған заттары, әшекей бұйымдары осы жерде көрініс тапқан. Қала тұрғындары да осындай мейрамды халыққа жеткізіп, әр ұжым жұмыла насихаттаса, кейінгі жастарда бұл мейрамның мән маңызын ұғынады деген ойларын білдіріп, өз тілектерін білдірді. Үйден тек шыққан адамын ғой. Сосын құлағыма музыка шалынды. Сосын бұл не музыка деп осыға келгенмін. Қарасам мінчеде керемет дастархан жайылып тұр екен столдың үстінде. Наурыз көже, сондай керім тағамдар мейрамға қарсы дайындап жатқан болар. Содан мына қыздар ауыз тиіп деп, содан ауыз тиіп шығып жатқан жайымыз бар. Енді мынау жатқан наурызымыз құтты болсын, құт береке келсін, ақ мол болсын. Баршаңызға, осы ақсайлықтарға, бүкіл жалпы мына қазақстандықтарға тілейтім тек аманшылық, дендері сау болсын, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Бұл күніде қала тұрғындары наурыз көжеден дәм тәтісіп, ұйымдастырушы жандарға алғыстарын білдірді. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Барлық жерлестерімізді ұлыстың ұлы мерекесі наурыз мейрамымен құттықтай отырып, дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Дастарханымыз тек қана молшылыққа жайылсын. Аман, сау болыңыздар.